Қазақстан Республикасының осындай басқарып отырған үлкен басшылар осындай жалақы алып отырған кезде әрине халықты менсінбейсіңдер сендер. Әрине 85 мың жетеді деп көкіректеріңді көтересіңдер да. Ал сендер қиындықты білмейсіңдер. Продуктке ақша жетпей жатыр, арендаға төлеуге ақша жетпей жатыр, өмір сүру қиын болып жатыр деген нәрсені сендердің құлақтарыңа мүлдем кірмейтін дүние ғой. Өйткені сендерде миллиардтап тұр счеттеріңде ақша тұр да. Ол бітпейді да, оны бітірем дегенше сендерді уже келесі айлықтарын түсіп жатады. Ал біздің қарапайым халықтың жалақысын алады, дәл сол күні қолында бір күн тұрса тұрады, тұрмай кредиттарына кетеді, продуктісіне кетеді, жалақысына кетеді, өзінің ары бері жүріп тұратын прайзын алып қалады, и күнделікті нан ақшаны алып қалады, болды да. Содан кейін әрине сендер халықты түсінбейсіңдер. Мынандай премияларды өздеріңе жазып аласыңдар, миллиардтап тұрып қалтарыңа салып аласыңдар. Содан кейін халықты қысасыңдар. Ағайындар, ана шенеуніктер отчет тапсырған ғой, жылдық табысы. Не дейді? Декларация тапсырған ғой, короче. Жылдық табысы қанша болады екен. Сөйтсе, Алматының әкімі болған Ерболат Досаев бір жылда 14 миллион теңге тапқан екен. Оның әйелі еншеміз 2 миллиард ақша тауыпты да бір жылда. Досаев братан деймін да, бұл ешем не жұмыс істеп жатыр өзі? Ешем қандай жұмыс істеп жатыр деймін, 2 миллиард. Сіз әкім болып тұрып Алматының 14 миллион теңге тауыпсыз бір жылда. Ешем 2 миллиард теңге тауып, ешем не жұмыс істеп жатыр, айтыңызшы. Келінді кіргізіп қояйын сол жұмысқа. Өлдік қой мынау әкесін ау. Деймді, билік басында отырғандар жуырда өзінің табыстарын көрсетіпті декларациясын. Сөйтсе, о бейшаралардың бәрі қайыршы екен ғой. Кейбіреулер 0 теңге таптым депті бір жылда. Сонда халықтың азаннан кешке шейін шырылдап, жүгіріп жүріп, халықтың қамын ойлап жүріп, тегін жұмыс істеген ба деймді. Даже зарплатасын көрсетпеген ғой, 0 теңге таптым деп жазыпты. Мә қайтесің енді, күні түні ұйықтамайды, халықтың қамын ойлай деп жүрсек, оказывается, олар халықтың қамын емес, олар өздерінің қатындарының қамын ойлайды екен ғой. Мысалы, Алматы қаласының әкімі Досаев өзінің несін көрсетіпті. Там копейки, 18 миллион ба, 20 миллион ба бірдеңе табысын көрсетіпті да. Зато қатына 2,5 миллиард табыс пайда таптым деп көрсетіпті, табыс таптым деп. Мә, деймді, 2,5 миллиард деген құрсын ол не знаю, бір ненің несі ғой, бір облыстың бюджеті ғой құрсын. Әлде бір мектептің, минимум бір мектеп салуға болады ғой деймін да енді оған. Ауылда қанша мектеп салуға болады оған? Сонда ол қатына, әкімнің қатыны болып отырып та, қалай табыс тапқан деймін? Қалай соншама табыс тапқан? Қандай бизнес бар екен деймін? Өзі или сондай табыс табу үшін кімнің қатыны болу керек екен деймін да? Кімнің қатыны болсақ та, бұл дүниенің жалған екенін ұмытпайық. Офлайн. Дүние жалған, онлайн жалған дүние. Паркентке кіріп тұрмын. Ашылсайш. Байыпсыз мұла осын кейде картасы істемей қалама бір дегенсі бар. Әлеуметтік желіде айтылып жатыр ғой. Декларация бойынша чиновниктердің өздерінің, әйелдерінің доходтары көрсетіп жатыр ғой. Бір жылда тапқан пайдалары. Сонда көбі жазыпсан ғой әйелдеріне. Ананың әйелі 100 миллион, мынаның әйелі 50 миллион деп. Мына кімдікі Досаев Ерболат екісі әкім Алматының әйелі 2 миллиард 300 миллион топты бір жылда. Сонда бір ақсақалдың айтқаны ғой. Бәрін күлдірді. Сол анау Досаев Ерболат деген бұрынғы әкім ғой. Соның әйелі 2 миллиард табамай жылына деп. Ой Алла, бәсе дейді. Мен неге осы әкім, Алматының әкімін неге ыржаландап күле береді десем, отчет беріп отырса да күледі, халық жылап оған сұрақ қойып жатса да күліп жауап береді. Бет албаты күледі. Ана үкімет адамы деген кішкене салмақты, сабырлы болу керек қой. Анаған қандай сұрақ қойсын да ыржын етіп жауап береді дейді. Ой Алла, бәсе, неге күле береді десем, қатын жылына 2 миллиард ақша тапқаннан кейін күледі екен ғой. Бәсе деп елдің бәрін күлдірді. Мен айтам, расында да қай ана облыс әкімдерінің не болмаса ана
министрлардың, жалпы мына үкіметтік чиновниктерін алсаң, аты шығып жүрген. Барлығының әйелдері 100 миллиондап, 50 миллиондап, миллиардтап жылын ақша табады екен. Мен айтам, сондай қатындарды бәрі қайдан тауып алған, алтын жұмыртқа табатын әйелдер бар мыдар. Алтын жұмыртқа табатын әйелдерді қайдан тапқан екен. Қалған қарапайым халықтың әйелдері нанға ақшаны әзер табады. Олар миллиардтап табады. Қызық екен, онда тексеретін уақыт келетін шығар. Құрметті Дәулет Мұқаев мырза, сіздің мынау жетекшілігіңізбен жасап жатқан қарсыз қоғамыңыз, мен де сіздің сондай бір керемет айтылып жатқан сөздеріңізге сеніп, осы қарсыз қоғамды пайдаланыңыздар, жасаңыздар, халық көмектеседі сіздерге деп мен де салған болатын. Бірақ менің видеомның астындағы 80-90% комментария жауап бермейді, көмек бермейді, қолдарынан келмейді. Айтады, очередьқа қояды, ойбай хабарласпайды, өзіміз хабарласамыз деп айтады дейді. Неше түрі сондай сөздерді? Көбісі бір 10-20% шығар жұмысымды атқарып берді деп. Бірақ 80-90% ешқайсы көмегін ала алмаған. Сонда сіздің қарсыз қоғамыңыз неге өтірік уәделерді береді? Егер олай жасамайтын болса, қазір бізде үлкен кезек бар. Біз сіздерді қазір қабылдай алмаймыз. Осынша уақытта хабарласыңыз деп неге шындықтарды айтпайды? Және де көбісі ақша алады, ақша сұрайды дейді. Білмеймін, ортада қарсыз қоғамды пайдаланып жасап жатыр. Немесе сіздердің юристтарыңыз да мүмкін, бәрі мүмкін. Нақты мен мынау мынандай алып жатыр деп айтпаймын. Бірақ мүмкін деп тұрмын. Алып сұрау да мүмкін. Сондықтан да құрметті қазақ елі, менің мынау арест шешу сабағым видеода тұр, соны қараңыздаршы, егофпен шешіңіздерші. Сосын тағы да мен қалай жаңағындай почталарына жіберу керек, қалай не істеу керек, соны да бір әйтеуір бір түсіріп саламын, бір жасап. Сондықтан да құрметті арестке кіріп кеткен құрметті қазақ елім, айналайындар, ешкімге жем болмай, тегін өздеріңіз шешіңіздер. Сіздерге 14-14-тен хабарлама келсе, нотариус сізге надпись шығардым десе, сразу сіз қарсылық білдіре аласыз егоф арқылы. Сонда сіздердің шоттарыңыз арестке қойылмайды. Және де коллекторлық компанияларға өздеріңіз хабарласып, графикті де ала аласыздар. Айтыңыздар, график жасап беріңіздер, скидка жасап беріңіздер. Өйткені олардың заңсыз өсірген пайыздары бар.